Сәлем достар, бүгін біз осындай өте дәмді болып шығатын пиццаға арналған соус дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдын ала тазаланған қызанағымызды осылай екі шетін видеодағыдай кесіп, ыдысымызға саламыз және де үстінен қайнап тұрған ыстық суды құятын боламыз. Қақпағын жауып, бір 5-10 минут көлеміне қойып қоямыз. Одан кейін біз ыстық судан қызанақты алып, осылай қабығын аршитын боламыз. Ыстық суға салған себебіміз қызанақтың қабығы тез аршылатын болады. Және де блендермен езетін боламыз. Егер де блендер болмаса, ет тартқышпен тартсаңыз болады. Мінекей осылай жақсылап езіп, ыдысымызға құйып дайындап қоямыз. Одан кейін біз табамызды қыздырып, аздап сұйық май құямыз және де езілген сарымсақты саламыз. Негізі зәйтүн майын құйған дұрыс. Және де орегано саламыз, тағы да араластырамыз. Орегано менде осындай пакеттегін пайдаландым. Мінекей үстінен жаңағы қызанағымызды құйып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Оттың астын аздап басып қоямыз. Және үстінен тұз саламыз, қызыл тәтті паприка салып, тағы да араластырамыз. Жақсылап араластырып, оттың астын басып қоямыз. Мінекей біздің соус қоюланды, дайын болды. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады.